Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Казмастер. И бүгін біз топ 3 видеоларға арналған модтарды көрсететін боламыз. Әшейін мод емес, әрбір разный модтар, короче, қазір сізге көрсетеміз. Және достар, қазақ ютубында бұндай рубрикалар болмаған, модтар туралы Майнкрафтты көрсететін. Сондықтан мен каналымды поддержка ретінде лайк басып, каналыма тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Өйткені мен бұндай рубрикаларды өте көп шығаратын боламын. Ал ендеше видеоға кеттік. Достар, короче, видеоның соңында осы модтарды қалай тарту керектігін көрсетемін. Сондықтан да видеоның соңына дейін көр. Достар, короче, мен бірінші мод, ол короче Warface деп аталады. Неге екенін айтайын ба, өйткені бұда Warface'тегі қарулар, мысалы мына. Сіздер бұны әшейін кішкентай жаман деп ойлайсыздар, бірақ бәрінің басқаша графикалары бар. Оқтағанда да пистолет бәрінікі. Қазір қараңыздар, бәрін. Қараң пистолет. Егер отсаңыз дәлдеп өлтіріп тастайды. Достар, осындай автоматтар бар. Және де пышақ және униформалар бар, короче, міне. Мынандай әртүрлі полицейский, военный. Россияныкі, мынау полицейский білесіңдер, американский. Сондай андайлар бар. И және оқтар, бүкіл андайлардың оқтар бар. Және тағы не бар? Гранаталар бар, достар, бұдай граната бар. Сізге қалай оқ граната ату? Егер бүйтіп басып тұрсаңыз жүреді. И бұл қандай бұл? Дымағыл ма? Жоқ, бұл смоук. Егер сәл жақындап тұрғанда ол андай көзді ашып жүретін еді. Көрші көз дымып тұрды. Жаратын енді, жарып атты. Граната жай. Бірақ телефон қуып жүр. Негіз қатты жару керек. И және дымауға, я? Дымауға. Жаруды. Жоқ, бұл емес енді. И мынандай столдар бар, короче. Торговать етсеңіз болады. Андайларға, оқтарға. Егер выживание ойнап отырсаңыз, осы модпен мен жақында осы модтармен выживание ойнап көрем. Егер сондай выживанияны түсірген қаласаңыздар, лайк басып, комментарияға жазып кетіңіздер. Мынандай темірге байланысты қару сатып алуға болады. Қалай оқтау керектігін көрсетем. Достар, короче, бір автомат алдық дейікті, мысалы ППШ алдық дейік. Оның оғы нерде болады. Егер тауылмай кетсеңіздер, атымен болады, өзі нерден іздеуге болады. Соның автоматтың атын наяқа жазсаңыздар, соның оғы да қосып шығады. Сондай соғы. Енді мынау қазір тоқтан. Мынауырда атпысайық бірінші. Атпысадық, жоқ ештеңке. Мынаны аласыздар. Оқты мына бұрышқа атып аласыздар. Автоматически оқтайды, міне. Отырып тұрып атау. Оқтайды. Анимация. Автоматтарда тура солай. Бірақ мен бәрін оқтап көрсетпеймін. Өздеріңіз бәрін білетін шығарсыздар деген ойдамын. Енді келесі модқа көшейік. Мына есік көшейік. Басқа нәрсеге, короче. Мындай стол, бұған отыруға болады. Бастаңыз отырасыз. Кәдімгідей көрінеді, егер екінші адам көрініп тұрса көрінеді. Ал мынау стол, бұған заттарды кәдімгідей қоя аласыз. Мысалы мынандай заттар. Короче, бұған торт, мысалы торт. Қазір достар, рамка болады, рамканың аласыздарда. И мына жақтан бір ет алайық та. И рамканы мынаған қойып,
астына қойып қойсаңыз, типа ана тарелкада, тарелкадан как будто алып жеп жатқандай боласыз. Және тағы да бір мод бар. Ой, мод деп тағы да осы мына свет. Короче, мынандай стеналар болады, үйдің сырты, көше, сондайлар қоюға болады оны. Там бассаңыздар свет жанады өшеді. Қазір қараңғы қылып көрсетем. Нормально жанады, көрдіңіздер. А мынау полный бүкіл жерге тұра алады. Стенаға жабыстырып, жерге жабыстырсаңыздар болады. Мынандай шеттерге жабыстырсаңыздар болады. Бұл да сондай лампочка төбеге жабыстырсаңыздар болады. А мынау бұл стол. Бұл да бағанағыдай отыруға болады. Және мынандай табуретка болғанда стол болғанда отыруға болады. Бұның бәрін выживание жасауға да болады. Бұл осы модтың бір жақсысы, бұны выживаниядан тез жасауға болады. Әшейін ағаштардың қандайдың. Бірақ бұның арнайы верстагы болады. Қазір выживание. Короче, осы верстактың ішіне кіресіз де. И ішінде, короче, тұрады, короче, просто мен творческий болғандықтан көрсетілмей тұр. Достар, егер осы екінші мод ұнаса, лайк басып кеттіңіздер. Ал енді үшінші модқа көшейік. Мынандай өте көп транспорттар бар. Өте көп. Енді бесконечный десек те болады. Мысалы мына велика. Бұған басып тұрсаңыздар, отырасыздар. Жүреді. Енді мынау воздушный шар. Жоқ, бірінші мынаған көшек. Бұл да воздушный шар. Бірақ бұл төбеге көрсетсеңіз ғана ұшады. Алдағы жүріп қарап, сол кезде ғана ұшады. Ал бүйтіп аса қарап, жерге түседі. Көрдіңіздер? Қарап жүру керек сондықтан. Осындай. И тағы самолет. Бұл модтада осындай заттардың выживанияны жасауға болады. Қазір сіздерге көрсетем. Бірінші айдап көрейік. Кеттік ау. Айдап кете бересіздер, достар. Просто бұл самолет өте тез жүргеннен ба, адасып кетуіңіздер де мүмкін. Сондықтан да оны выживание кезде емес, өз достарыңызбен әшейін творческий ойнап жатқанда қолдануға болады. Енді мынандай helikopter, вертолет. Бұл да төбеге қарасаңыз ұшады. Алдыға жүретін басасыздар, төбеге ұшасыздар. И болды. И мынау да бір самолеттардың бірі. Бұл да бағанағыдай ұшуға болады. А мынау мотоцикл. Бұғанда великке отқандай отыруға болады. Міне. Көріңіздер ма? Мынау атарба. Ең ұнайтын зат осы атарба, өткен бұған ешеге көп зат кетпейді. Қазір отырып көрсетем. Қазір. Давай. Кеттік ал. Бұған алдыға жүрсеңіз болды, басып кете береді. Ұшасыздар. И осындай көрші. И соңғы зат мынау дирижабль. Достар, вашин дирижабль десеңіздер қатты өкінесіздер. Бұның ішінде 4 адам сыя алады. Еще бірінші дирижабль, бұда дирижабль көп. Қазір отырып көрсетем. 4 адам сыя алады. Сериалдарға болатын андай. Бұда андай секретін бассаңыздар болды. Секретін бас жересіз, сол кезде ұша береді бұл. Секретінде қатты басып тұрасыздар да, соны басып тұрсаңыздар болды, ұша береді. Осындай. И тағы дирижабльдер толып тұр негізі. Тағы қалып кеткен дирижабльдерді көрсетем. Бір өте үлкен дирижабль. Ол қаяқта еді? Мынау еді? Достар, дирижабльді көрмепсіздер сіздер. Қараңыздар. Бұған артына жануарлар да отыра алады. Біріншіден, достар, бұның артына жануарлар да отыра алады. Бұл енді зор десек те болады. Ішінде көп зат адамдар сияды. Мысалы, сіз оттыңыз, неқі адам сияды, артына даже бағанағы атарбадағы ат сияды.
ұша бересіздер. Ұшып кете бересіздер достар. Анимациясы зор. Енді база жоқ, анимациясы зор. Қалған заттарды өздеріңіз шешесіздер деген ойдамын. Айтпақшы достар, бұл модта тағы экскаватор бар. Бірақ айтпайын, экскаваторды блоктадым, соғып кетпей қойсаңыздар, өйткені мен бағана осын эксперимент жасап көрдім. Тура бүйтіп айдап кеткенім, блоктарды сындырады ғой енді, түзу. Қалай кеткен тура түзу жолмен жүрді. Бірақ енді телефоныңыз қатады. Телефон болсын, компьютер болсын, жаман қатады, өйткені өте көп блокты бұзады да уже. Сондықтан да экскаваторда, егер сіздің телефоныңыз или компьютеріңіз өте мықты болса ғана қолданыңыз. Ал достар, осындай бізде видео шықты. Бұл менің арнамдағы Майнкрафт туралы бірінші видео. Егер видео ұнаса лайк басып кетіңіздер, достарыңызға поделиться басып, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Сонда мен екінші часть шығарамын. Екінші частьта басқаша модтарды айтатын боламын. Достар, өтініш арналға тіркеліп кетіңіздер. Болашақта бұл канал өте үлкен канал болады деген ойдамын. Ал сіздермен болған мен Казмастер. Барлықтарыңызға пока-пока. Достар, короче, Play Market'тен Мастер для Майнкрафта деген приложениені тартамыз. Мына приложениені осының ішіне кіреміз. Интернетпен кіреміз, өйткені интернетпен. Және ана шетке сәл бұрсақ, ана жерде аддоны деген тұрады. Соған кіреміз де. Сәл шетке өткіземіз оружиеға. Бірінші мод. Астыға түсіп жатқан кезде Warface деген тұрады. Сол Warface дегенді анау астында установить аддон деген болады. Соны басамыз. Бірақ бірінші басында сізге реклама көрсетіледі. Сол рекламадан кейін көресіздер. Енді ана транспорт деген мод тартамыз. Оны сәл ана шетке бұрамыз да, транспорт дегенге. Сәл астыға түсеміз. Анау транспорт деген болады. Сол транспорт дегенде тура бағанағыдай реклама көрсетіп, сосын установить етесіз, содан кейін Майнкрафтқа кіресіз сонымен. Сосын бағанағы мебельдің андайына, модына сәл шетке бұрамыз, мебель деген жерге отдельге. Астыға түскенде анау тұрғанды басамыз. И оны да тура солай тартып, тура солай кіреміз. Достар, егер осы видео ұнаса, лайк басып, маған тіркеліп кетіңіздер. Тура осындай видеоларды шығарсын десеңіздер, каналда 10 подписчик қосылсын, сонда сразу жалғасын түсірем.